простатит дейтін ұзақ мерзімді хронический простатит деген нәрсе бар жігіттерде. Оны жаңағыдай бір-ақ күнде жоқ қыл жереміз, мынандай ішсең кетіп қалады деген сияқты көп айтады. Негізінде ол сонша жиналған қаншама уақыттан бері ауырып жүрген ауруды бір-ақ күнде, бір-ақ аптада емдеп тастайсың деген нәрсе ол далбаса. Себебі ол сонша уақыт созылып келеді, бір-ақ күнде ауруды жоқ қылу мүмкін емес. Мынау 43-тік алтын қоңыз береміз деп жатамыз, 2 коробкадағы. Ол 3 аптадан артық бер жағында ішіледі. Арзағын ол 3 апта дегеніміз одан асып кетуі мүмкін, ол енді организмге байланысты. Мен айтып отырам деймін ғой, себебі бұл алтын қоңыз ішкеннен кейін менікі жаңалары қатты әсер етеді, жай әсер етеді, әркімге әртүрлі, енді точно әсер етеді. Әсер еткені дегені жаңағы зәр арқылы суығы бар, инфекциясы бар тазалайды. Тазалаған соң жаңағы қан жүреді, қан жүрген соң аспаптың әңгімесі түзеледі дегендей. Былайша айтқанда простатиттен толығымен құтылуға болады. Простатит дегеніміз не деп сұрап жатады? Қуық асты безінің қабынуы, ол енді белгілері көп. Тестостерон төмен дейді. Енді потенция төмен деген соң потенция болмайды, таңғы эрекция жоқ дегендей. Енді көп жігіттер екіншіге, үшіншіге шабылмай қалдым деп айтады деп ойлап қалады ғой. Жоқ, біріншісінің өзіне жаңа слабый болып тұрып, тез бітіріп қойып жатыр деген сияқты. Сол мәселелерді осы алтын қоңыз өте жақсы көмектеседі. Одан бөлек мынау бүйректің суықтауы, енді көп туалетке түнде де, күндізде қайта-қайта көп шығамын, суықтап қалдым деген сияқты. Суықтатып алдым, енді көбісі вахтада істейді, дальнобойщик, қан айналмайды ғой. Сондай мәселелер. Осындай жағдайларда алтын қоңыз ішсеңіздер жақсы көмектеседі. 877-257-1419 WhatsApp-қа жазсаңыздар, 43-тік алтын қоңызды қалай алуға болады, қай жерден алуға болады, соның барлығын айтатын боламын.